Апгар шкаласы бойынша физикалық дамуын бағалау. Ең алдымен жаңа туған баланы анасының ішіне жатқызамыз. Басын, денесін, аяқтарын сүртіп құрғатамыз. Басына қалпағын, аяғына шұлығын кигіземіз. Үстіне құрғақ, таза пеленка жауып ораймыз. Енді Апгар шкаласы бойынша бағалау ең бірінші критерий рефлекторлық қозғыштығы. Баланың айқайы қатты, бала белсенді 2 балл. Баланың тынысы. Тынысын кеуде қуысының экскурсиясынан немесе өкпе аускультациясы бойынша анықтауға болады. 1 минут бойы тыңдаймыз. Тынысы ырғақты, минутына 40 рет 2 балл береміз. Жүректің жиырылу жиілігі. Кез келген жүректің классикалық нүктесінен немесе жүрек ұшы түрткісінен аускультациялаймыз. 6 секунд тыңдап тұрамыз. Шыққан санды 10-ға көбейтеміз. Минутына 140 соққы. 2 балл. Бұлшық ет тонусы физиологиялық гипертонус 2 балл. Тері жабындысының түсі қызғылт түсті 2 балл. Апгар шкаласы бойынша барлық жиынтық балл 10 балл, яғни қанағаттанарлық. Балада асфиксия жоқ, физиологиялық дамуы жетіліп туылған, салмағы бойы гестациялық мерзімге сәйкес. Бірінші рефлекс, іздеу рефлексі. 1 жасқа дейін сақталады. Хоботковый рефлексі. 2-3 ай көлемінде сақталады. Жоғарғы ұстау рефлексі. 2-4 ай көлемінде сақталады. Төменгі ұстау рефлексі. Сәбидің табанындағы 2-3 саусақтардың негізін басқан кезде жауап ретінде саусақтары табанына қарай бүгіледі. 2-4 айға дейін сақталады. Қорғаныс рефлексі. Бауыр рефлексі. Тіреу рефлексі. Баланың қолтығынан ұстап, вертикальды баланың мойнына қолымызды тіреп, табанын қойған кезде ол үстелге аяғын тірейді. 2 айға дейін сақталады. Қадам рефлексі 2 айға дейін сақталады. Шартсыз рефлекстер қанағаттанарлық. Симметриялы шақырылады. Жасына сәйкес жүйке жүйесі бойынша дені сау.